Баяғыда бізге ұстазым айтатын, кәсіп деген бұл спорт пен соғыстың тоғысқан жері дейді. Елді разы қыласың, кейін қалған заты өзің разы боласың. Егер қалса, қалмаса сабыр етесің де болашаққа жұмыс істеп бастайсың. Жалпы бизнес таңдағанда қызығушылық қандай болу керек деп ойлайсыз? Нарықтағы сұраныстағы бизнесті бастау керек па, әлде? Егер сен жеңіске жетем деп кірсең, сен міндетті түрде жеңістің дәмін тартасың. Өзіңіз айтқандай тәжірибесі бар, жауапкершілік алып, соған сүйеніп бастай берсе болады ма? Бізге ұнаған киім елге ұнамайды екен. Адам талғам әртүрлі ғой. Бір рет металломға барып өткізіп жүрген мемлекет алдап. Соттан алдайым деген адам деңгейі әртүрлі болады. Бірақ сол саланың маманы елге не ұнайтынын біледі. Біз сол киімдерді алып бастағаныңызда біздің саудамыз жүре бастады. Сіз деңгейімді көтеріп ешкімге алдамаймын десеңіз, сізде мықты алаяқ келеді. Сізде мықты алаяқ келеді. Мен онымен келісемін. Алаяқтың деңгейі де өсе береді. Өйткені ол біреудің кәсібі ғой. Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Гүлзат Өтемісқызы. Бүгін мен үшін бір ерекше сәт, себебі өзімнің подкастымның алғашқы шығарылымын жазып жатырмыз. Және де бұл подкаст сіздерге өте пайдалы болады. Бүгінгі алғашқы подкастыма келген жан өзімнің көптен танитын кәсіпкер досым, кәсіби блогер және кәсіпкерлік тақырыбында көптеген зерттеу жүргізіп жүрген жан Ұлан Құрманғалиев. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қаларыңыз қалай? Ұлан мырза сала таңдау деп аталатын YouTube каналының авторы. Араларыңызда танитын жандар бар шығар. Ол кісі кәсіпкерлерге арналған түрлі бизнес модельдерді зерттеп, әр саладағы мүмкіндіктерді талдап, кеңестер береді. Бүгін біз бизнес таңдау тақырыбында сөйлесеміз, сол себепті өте пайдалы подкаст болатынына сенемін. Қош келдіңіз, Ұлан мырза. Қош келдік. Шақырғаныңызға рахмет. Бастаған ісіңіз берекелі болсын. Амин. YouTube арнаңыз ары қарай жалғаса берсін, тоқтап қалмасын, бастаған соңына дейін барсын. Бізде кішігірім сыйлық сізге. Бақытжан Бұқарбай мырзаның күміс кітап атты кітап және Марк Аврелий өзіңмен әңгіме, сол Амал Букс баспасының аударылған кітаптарының бірі. Рахмет, көп сыйлығыңыз Ұлан мырза. Бізден міндетті түрде оқимын. YouTube каналда 7 жыл, 8 жыл жүрген адам ретінде сізді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Енді келіп жатырсыз. Так, неге Ұлан мырза менің алғашқы подкастымда отыр деп ойлайсыздар, иә? Себебі дәл осы кісі менің подкаст жүргізуіме, жалпы YouTube каналымды ашуыма ең алғашқы себепкер болған жанның бірі. Сол үшін сізге рахметімді айтқым келеді, алғысымды айтқым келеді. Сіздің бір қолдауыңызбен осы каналымыз ашылып, өз жұмысын бастап жатыр. Жалпы Ұлан мырза, өзіңізді бір ауыз менің оқырмандарыма, каналдың көрермендеріне таныстырып кетсеңіз. Есімім Ұлан Құрманғалиев, блогер, кәсіпкер, сала таңдау каналы. Дәл қазір уақытта 3-ге жуық кәсіппен айналысамыз. YouTube арнамыздан бөлек Instagram жүргіземіз, TikTok әлеуметтік желісін жүргіземіз, Telegram әлеуметтік желісін жүргіземіз. Негізгі бағытымыз Қазақстан бойынша орта және кіші кәсіптерді көрсету, таныстырумен айналысамыз. 8 жылға жуық уақыт болды. 1000-нан аса кәсіпкермен сұхбат жасадық. 4000-ға жуық саланы жеке өзіміз зерттедік. Жалпы Қазақстанда қандай кәсіптермен айналысуға болады деген сұраққа жауап бере алатын Қазақстанда бір 5 адам болса, біреу мен шығармын деп айтамын. Бүгін сізге көптеген сұрақтар дайындап келдім, себебі сізді жақын танитын жан ретінде мен білем, сіздің беретін ақпаратыңыз көп. Сол үшін көп сұрақтарға жауап беруге дайын болыңыз. Так, бірінші, сіздің кәсіпкерлікке және блогерлікке деген қызығушылығыңыз қайдан пайда болды? Жалпы YouTube бастадыңыз ғой, сол кезде қандай мақсатыңыз болды және қазір сол мақсатыңыз өзгерді ма, әлде сол мақсатпен келе жатырсыз ба? Ең бірінші сол Алланың қалауымен жақсы ұстаз жолықтырдым өмірімде. Ол Ахметбек Нұрсұлы, бизнес бастау мектебі. Сол кісінің жанында 1,5 жыл жүрдім, кәсіп үйреніп. Жалпы 28-ге жуық кәсіппен айналыстым. Соның бір 17-сі банкрот болған шығар. Қалғандар жақсы жүргендер бар, сатылғандар бар. Сыйлыққа кетіп қалған кәсіптер бар деген сияқты. YouTube канал ашуымның басты себебі, біз осыдан 8-9 жыл бұрын ағайдың жанында жүрген кезде кәсіпке алғаш рет келіп, сол кезде ағай бізге былай түсіндірген. Инстаграмда бір көрермен, бір қой деген. Қойдың бағасына татиды деп ше. Енді бағасымен санасақ. Малмен санайық деді, қазақпыз ғой деді, малды жақсы білеміз, малдың бағасын жақсы етеміз. Ал YouTube'тағы бір көрермен бір жылқыға сай деді. Ұлан, жылқы бағасын ба, қой бағасын ба деген сияқты бізге сұрақ қойды. Әрине жылқы баққың келеді. Бізге былай шыққан кезде көрермендердің құнын, аға енді ауылдан келген жігіттер болдық қой бәріміз. Бізге осы 4 түлікпен салыстырып көрсетті. Сондықтан жылқы бағыңдар, YouTube арна ашыңдар деп түсіндірді. Instagram емес, мен сол кезде алғаш
ютуб ашамын деп, бірақ ютуб ашқан кезде ютубта не айтам деген ой болды. Біз басында пранк түсірдік бізде. Көрермендер қызықтыру үшін. Камера алып пранктар түсірмекші болдық, бірақ қолымыздан келмеді. Сол кезде мен өзім аяқ киім саласында жүрдік. Декола деген итальяндық бренд ашып, 8 миллионға жуық ақша салып, 3 айдан кейін 7 миллион минусқа кіріп жүрген кезіміз. Оның алдында мен медцентр ашып, 5 миллион төңірегінде минусқа кеткенбіз. Мына Горный гигант жақта Әл-Фарабидің бойында 160 квадратқа ма. Бірінші бизнесіңізде минусқа кетті, екінші бизнесіңізде. Жоқ, біріншісі жақсы кетті бізде. Біріншісі тапқан ақшамен екіншісін аштық қой, сонымен үшіншісін аштық, сөйтіп бірінші өз-өзімен құлап қалды деген сияқты айта берсе әңгіме ол жерде. Сол кезде мен былай жақсы кәсіп іздеп жүрген адамдардың қатарында болдым. Содан кейін ойлайтынмын, елдің бәрі аяқ киім кіреді, кет, яғни аяқ киім сату керек. Екіншісі, елдің бәрі ауырады, соттан жаңағы медцентр ашу керек деп шешім қабылдаған. Және де кәсіп бастағанға міндетті түрде 10 миллион, 8 миллион, 7 миллион, 5 миллион ақша салу керек деген бізде ой болады. Как раз қазір көптеген адам бизнес бастаудың алдында тұрады да. Неден бастаймын деп ойлайды. Сондай кезде бизнесті неден бастау керек? Капиталдан ба, идеядан ба, тәжірибеден ба? Біз жаңа жалғастырып кетейін. Сол кезде кәсіп ашып жүріп, минусқа кетіп жүрген кезде менде іште бір не болды? Мәселе болды, проблема. Қандай салаға кірерін білмедім, және кірген салам көбісінде минусқа кеттім. Мен ойладым, кәсіп деген міндетті түрде көп ақшамен ашу керек, және де кәсіп деген үлкен болу керек деп. Сосын бізге көбінесе кәсіп бойынша кеңес сұрасақ, көп кәсіпкерлерден айналысып жүрген. Ешкім бөліспейтін кәсібімен. Мен ақымақ емеспін ғой, саған айтатын. Біз айтатынбыз, ақшаңды берейік, кәсібіңмен, тәжірибеңмен бөлісші. Ол кезде мынандай ақша сатып алу деген бөлісу деген ондай нарықта ондай не болмаған, бір-біріне айтпайтын ешкім. Сосын біз Алматыға емес, басқа қалаларға хабарласатынбыз. Сен Қарағандыдасың ғой, бізге бөліш өз кәсібіңмен. Біз саған маяқта бәсекелес болмаймыз. Сен Қарағандыда, біз Алматыда. Біз саған сол тәжірибеңе ақша төлейік. Бізге бөлішші дегенде ешкім есігін ашпаған. Сол кезде мен іште ойлайтын, бір дүкен сияқты ма бірдеңке болса ғой, барып кәсіп таңдап алсақ ішінен. Және сатып алсақ деп. Бұл белгілі бір мәселеден, қиыншылықтан, бір проблемадан туындаған канал деп айтсақ болады, жеке өзімнің. Мен дұрыс сала таңдағанша көп ақша минусқа кірдім. 3 жыл бойы мына несиеде неде жүрдім мен? Займ. Төлей алмай жүрдім. Мен жеті атама хабарласып, көршілеріме хабарласып, банк қызметкерлері, коллекторлармен алысып жүретін. 3 жыл мен төлемеген адаммын. Яғни мен кәсіпке кірем деп кредитке де, қарызға да белшемнен батқам. Ең соңында сол қарызға батып жүріп кәсіп тауып, одан кейін сол аяқтан тұрып, содан кейін барып ойлана бастады, осы бір сондай бір канал керек. Бұл басында бір хобби болды, жақсы көретін бір істеп шешім қабылдап ашқам. Соңын өзіміз байқамай қалды, осындай бір үлкен дүниеге айналып кететін. Қазіргі мақсатыңыз өзгерді демек, басында мақсаты, миссияда бәрі өзгерді. Машаллах. Қазір көп адам как раз бизнес бастаймын деп, сол бизнес бастаудың алдында тұрды, бірақ бизнесте жіберетін қателік қандай? Ең бірінші. Және де бизнес бастаған кезде капиталдан бастау керек па, идеядан немесе тәжірибеден? Қайсынан бастаған дұрыс? Мен енді өз деңгейімде өз тәжірибемен бөлісейін. Мынандай деп айта алмаймын. Кәсіп бастағанға негізі тәжірибе маңызды. Кәсіпке кірген адам дайын болу керек. Кәсіп оңай дүние емес. Баяғыда бізге ұстазым айтатын, кәсіп деген бұл спорт пен соғыстың тоғысқан жері дейді. Яғни бұл жерде соғыс та бар, спорт та бар, бәрі бар. Өйткені тәуекел бар. Бұл жерде бәсекелестік бар. Ұйқыңнан, күлкіңнен айырылуы мүмкін. Барлық жақты разы қылып, өзің разы болмауы мүмкін. Ақша түскен кезде кәсіпкер ең бірінші алмайды. Ең бірінші жалақы төлейсің, жалға алған жеріңді төлейсің, жарнамаңа төлейсің, елді разы қыласың, кейін қалған заты өзің разы боласың. Егер қалса, қалмаса сабыр етесің де болашаққа жұмыс істеп бастайсың. Кәсіп деген бұл оңай дүние емес, бірақ кәсіпті кірген адам, берілмеген мінезі бар, сол бәсекелестік төтеп берем деген шыдаған адам түбі нәтижеге жетеді. Енді мынандай бір сөз бар ғой, кәсіпке кіргенде адам мінезбен кіру керек та, қирадым деп санамау керек. Егер сен өзіңді қирадым деп санасаң, сен міндетті түрде қирайсың. Егер сен жеңіске жетем деп кірсең, сен міндетті түрде жеңістің дәмін тартасың. Түбі нәтижеге жетесің. Адам кәсіпке кірген кезде бәріне дайын болу керек, және де ол жерде сиқырлы таяқ жоқ. Бірден ештеңе жақсы болып кетпейді. Бірден бәрі өз орнына қалпына келемейді. Және де білім
білім керек және Алу адамға орта маңызды. керек. Осы екі бәрі бірге тоғысса, онда жақсы кәсіпкер шығады. Ең бастысы мінез керек. Кәсіпкерге мінез керек. Мінез болмаса кәсіпкер шықпайды. Кәсіпте ең бірінші неден бастарыңызды білу керек. Неден бастар кезде адам ең бірінші өзінің өмірлік тәжірибесіне қарау керек. Мамандығын кәсіпке айландыра ала ма? Өзінің жақсы көретін ісін кәсіпке айландыра ала ма? Қабілетін, иә, өзінің қабілетіне кәсіп жасауға бола ма? Өмірлік бір тәжірибесін белгілі бір іске табыс тауға қолдануға бола ма, соған қарайды. Егер оның бәрі ештеңеге жарамаса, онда нарықтан кәсіп іздеу керек. Ол кәсіпті таңдаған кезде де адам соны кімнен үйренеді, қай жерден ашады, соның бәріне мән беру керек. Кәсіпте маңызды ақша емес, аздан бастауға болады. Өйткені бірден үлкен ақшамен кірген адам сол үлкен ақша минусқа кетеді. Аздан бастасаңыз, аз-аздан. Енді теңізде тамшыдан тұрады дейді ғой. Ақырын басталған дүние өзі геометриялық өсумен өсесіз. Бірден аттап секірем деп жаңағы бұтыңыз айырылып кетуі мүмкін да. Жеңіл бизнес бастау бар ма? Мысалға, мына бизнесті бастасаңыз жеңілдеу болады деген сияқты. Әлде барлық бизнеске күш-жігер керек бастайды? Әр заттың өзінің қиыншылығы бар. Енді мен қысқаша түсіндірейін. Енді негізі үлкен тақырыптар ғой. Қарапайым мына көлік жүргізушісі, мысалы, кәсіпті айтпай ақ қояйықшы. Болмаса күзетші. Өмірде жеңіл жұмыс жоқ. Күзетші деген бұл белгілі бір орталықтың тыныштығын қарап отқан адам. Ол соған біреу 65 мың алады, біреу 85 мың, біреу 120 мың алады. Бірақ сол 120 мың үшін ол күзетші деген сөздің мағынасына тереңдесек, ол өз өмірін қойды да сол жерге. Иә. Былай саналы оймен соған кірейікші. Күзетші деген кім? Бір күн істеп 3 күн демалатын адам емес. 85 мың айлыққа. Күзетші дегеннің артындағы жауапкершілік қандай? Үлкен бір 100 мың квадрат склад болуы мүмкін, ол қойма. Ол соны қарап отқан адам да. Соған сырттан жау келсе, ол соны қорғау керек. Көз алмай, иә. Күзетші деген сол. Яғни кез келген жұмыстың артында біреулер айтады, ең оңай жұмыс осы жүргізуші шығар дейді, таксист. Сен біреудің бала шағасын артыңа отырғызып алып, А нүктесіне Б нүктесіне барасың, ортада бір жағдай болса, сен ана адамдардың өміріне жауап бересің. Соттан кез келген кәсіптің артына бүйтіп түңіліп қарасақ, сен тамақ сатсаң, одан біреу уланып қалуы мүмкін. Сен білмеймін, бір қызмет көрсетсең, үйді тазалықпен, болмаса тағы да басқа химия қолдансаң, сол үйді тазалауға барғанда, сол дұрыс тазаламай кетсе, ана химия бір ойыншыққа жұғып қалса, оны бала аузына салып алуы мүмкін. Егер әр заттан бір қиыншылық іздесең, қиыншылық та табылады, жеңілдік іздесең, жеңілдік те табылады. Жеңіл дүние жоқ, әркім өз жұмысын жауапкершілікпен жоғары деңгейде атқарса, кез келген дүние жақсы нәтиже береді. Яғни кәсіпкерлерге басты дүние жауапкершілік алу болып тұр ғой, иә? Жеңіл дүние жоқ, әр заттың өз қиыншылығы бар, өз жеңілдігі бар. Келесі сұрағымыз, көп адам жаңа трендті бизнес бастау керек деп ойлайды. Мысалы, трендтегілердің барлығын бастау керек деп. Бірақ трендке ерген бизнес қаншалықты ұзақ болады? Енді трендтегі деген дүниені әлде мүмкін оны да жасау керек па? Мысалы, тренд дегенде не айтқыңыз келіп отыр? Мысалы, Wildberries, Каспи келді, Каспи кіріп қалды. Енді ол тренд деп айтамайсыз, бұл болашақтың кәсібі ғой. Өйткені базарда сауда өлді. Оны өзіңіз білесіз, тиктокпен сатып отыр адамдар. Кім белгілі бір нарыққа жаңа дүние келді, соған ілеспесе кәсібін. Сен базарда сатып отырсың ба? Каспи келді ма? Сен базарда да сат, Каспида да сат. Тикток келді ма, стрим? Сен базарда сат, Каспида сат, және тикток арнасында сат. Жаңа өзгерістерді өзіңе қабылдап отпасаң, сен қалып қаласың. Кәсіпкерлік бәсекелестіктен трендте бірге жүру керексің. Кәсіпкер бірден жаңа дүниеге үйреніп кету керек. Нарықтың өзгерісіне бірге өзгеріп отыру керек. Сен жіберіп алдың ба, ілеспедің ба, сен жоғалттың. Бәсекелестіктен айырыласың. Тұтынушын жоғалттың, ақша жоғалттың, танымалдығын жоғалттың. Кәсіпте сол бойынша бірге жүру керек. Ал жалпы адамдар жиі елемейтін бір бизнестер бар ма? Жақсы бизнес осыны көбісі елемейді деп сіз айта алатындай. Енді кәсіпті түсірген сайын біз білмейтін кәсіптер көп. Шығып жатыр жаңадан. Өте көп. Біз былай айтамыз, мынау орыстар айналысатын кәсіптер, мынау кореystер айналысатын кәсіптер. Ондай да бар ма? Әрине. Таза жұмыстар көбінесе сол кісілерде деп айтамыз. Қара жұмыстар көбінесе бізде деп айтамыз. Бұрын біз сала таңдау каналы ашқанда Қазақстанда көбінесе біздікілер айналысатын кәсіптер ол дүкен ашу еді. Енді барлық жағдайда емес, бірақ көп жағдайда бізде кәсіптесу дүкен ойға келеді. Адамдар білмейтін қандай кәсіптер бар екен нарықта. Біздің канал ашылмай тұрып. Әрине әлеуметтік желіде көп еді, оны қараған адам әрине оны да көз аштар көріп жүрді. Және де бізде мына ресторан саласы, той. Екі түрлі кәсіп бар еді, дүкен ашасың және тойхана ашасың. Одан кейін мал шаруашылығымен айналысасың. Бірақ малды түсінген адам малмен айналысады. Малды түсінбесең,
малдың артынан мал болып кетесің ол жерден. Иә. Соттан жалпы бизнес таңдағанда қызығушылық қандай болу керек деп ойлайсыз? Нарықтағы сұраныстағы бизнесті бастау керек па, әлде өзіңіз айтқандай тәжірибесі бар, жауапкершілік алып, соған сүйеніп бастай берсе болады ма? Енді ол әркім өз таңдауына байланысты ғой. Белгілі бір адам бір кәсіпте қалатынына мен білмеймін. Көптеген адам бір кәсіпке келу үшін өзін табыстап отқан саласына 3-4 кәсіп секіріп келген. Бір кәсіппен мәңгі келе жатқан адамдар бар. Қазір енді ақпарат көп заманда адамдардың назары ауысып кететін ең қиын осы да. 90-шы жылдар кәсіп ашқан кезде адамдар өз саласымен ғана айналысқан. Ал қазір мына 21-ші ғасырда 2018-2020-дан жоғары қарай адамдар бір кәсіппен айналыса алмайды, өйткені расфокус өте көп. Нарықта әлеуметте әртүрлі ақпараттар көп, ананың саласына қызығады, мынаның саласына қызығады, әртүрлі салаға секіреді, өзінің қолында табыстап отқан саласын менсінбей құнсыздандырып, басқа жақтан бақыт іздеп кетіп жатады. Мен айтар едім, әркім өзі бір затпен айналысу керек, бір кәсіппен ғана. Сол кәсіпті белгілі бір деңгейге жеткізу керек. Сол кәсіптен кемі 30-40 миллион пайда таппайынша басқа кәсіпке секірмеу керек. Әрине жақсы бір мүмкіндік келіп тұрса, ол соны игере алатынына өзінің көз жетіп тұрса, және де уақытын алмаса, оны сеніп тапсыратын адам болса, ол сол кәсіпке өткені дұрыс шығар. Ол кездің өзінде де ойлану керек. Ал жалпы бірінші бизнесін сәтсіз аяқтаған адамдар болады да. Сондай жандарға қандай кеңес бересіз? Көбісі негізі құлап қалып жатады ғой. Бастамай көбісі емес, 99%. 99% ма даже. Енді мен білетінді айтып жатырмын да. Статистика 99% береді. Ал әр таң сайын бір адам кәсіпкер болып оянады. Иә. Бір адам кәсіпкерлікпен қоштасса бүгін, ертең таңертең бір адам кәсіпкер болып оянады. Түнде бір нәрсемен істеу керек деп ұйықтайды, таңертең бір нәрсемен айналысам деп оянады. Және де сол күні ол бір тәуекел жасап, белгілі бір дүние сатып алып, сол алғашқы бір айда бір кәсіп ашуы мүмкін, 2 айдан кейін сол кәсіпті ол жауып, кәсіпке көңілі қалуы мүмкін. Сондықтан кәсіпкерлер күнде оянады. Сондай жандарға қандай кеңес бересіз? Кәсіпте кез келген дүниеде іргетас деген дүние бар. Кәсіппен айналысар кезде адам өзінің кәсіптің іргетасын қалап алған дұрыс. Сен бұны қиындатсаң қиындай береді. Мен белгілі бір кеңес беремін деп айтамаймын. Кәсіп бастаған адам ақыл сұраған дұрыс шығар жан-жағынан. Білетін адамнан сұрап алса, тәжірибесін сатып алса мүмкін да. Ойлағанмен күткен сәйкес келе бермейді. Көп жағдайда біз ойлаймыз ғой. Мен чатқа жазамыз, туған туыс, айнала достарға мен осылай дүние ашайын деп жатырмын. Не дейсіздер? Ой, аш, біз бәріміз келеміз деп айтады. Досқа, ағайынға сеніп ашқан кәсіп болмайды. Және өзіңе ұнаған кәсіп болмайды. Халыққа ұнайтын затпен айналысу керек. Мысалы, біздің бұрын ерлер дүкенінің киімін ашқан кезде біз 3 жігіт барахолкаға барып киім сатып алдық. Біз бутик аштық қой. Мен өзіме ұнаған киімдерді алдым. Дос балам өзіне ұнаған киімдерді алды. Үшінші серіктесім өзіне ұнаған киімдерді алды. Үшеуміз сол киімдерді әкелдік та жаңағы біздің өзіміздің дүкенімізге қойдық қой. Біреу өтпеді. Енді өткен шығар, бірақ аз өтті. Үшеуміз ойладық, әрқайсымыздың талғамымыз күшті деп. Соңында бізге халық айтты, ей, сен өзіңе ұнаған емес, халыққа ұнайтын алсай деді. Сонда сұрақ туындады. Мен халыққа ұнайтын қаяқтан білемін? Халыққа ұнайтын сол халыққа ұнайтын заттарды сатып жатқан адамнан сұра деді. Олар кім деп еді? Сол оптовиктерден барып сұра деді. Киімді кімнен алды? Солардан. Сосын біз сол оптовиктерге бардық та сұрадық. Біз қандай киім сатайық? Қандай киім жақсы өтіп жатыр деді. Сонда айттым, бізде алушылар, дүкені барлар, мына киімді қатты алып жатыр деді. Қарайсың, жаман киім, түрі де жаман. Мына біреу кие ма дейміз. Әрине киеді. Бізге ұнаған киім елге ұнамайды екен. Адам талғам әртүрлі ғой. Бірақ сол саланың маманы елге не ұнайтынын біледі. Біз сол киімдерді алып бастаған кезде біздің саудамыз жүре бастады. Және де мен танысым, мына донер дейді ғой, донер ашты. Бізді шақырды, сол донерді алдымызға қойды. Жеңдерші, дәмін көріңдерші. Біз жедік, бізге ұнамады. Бірақ өзі бүйтіп күтіп отыр да. Мен айттым, саған ұнады ма деп, маған ұнады деді. Біз айттық, бізге ұнамады дедік. Ой, сендер барыңдаршы, донер жемейтін адамсыңдар. Қолдамайсыңдар. Бұны халық біледі деді. Жоқ, айтты, бұны маған ұнады деді. Бұл мен түсіндім деді, жақсы деді. Сол донер жабылды ғой 2 айдан кейін. Өзіңе ұнаған дүние елге ұнамайды. Халыққа ұнау керек ең бірінші. Демек ең бірінші сұранысты анықтап алу керек. Ең бірінші бір дүниемен айналыспас бұрын аздан бастау керек. Екінші сұранысты анықтау керек. Сен тұтынушың кім екенін анықтау керек. Портрет дейді ғой, яғни сен өзіңнің орысша айтқан кезде клиентіңнің түрін жасау керексің. Оның жасы 20-да, болмаса 30-да, оның 2 баласы бар, ол осындай жалақы алады, ол осы жерде тұрады. Маған бір кісі айтып еді, көлігімді неге бұзылып жасауға бердім да, сол кезде такси шақырдым Яндекстен. Келді жүргізуші.
сол кісі мені танып айтады, ұлан, мен бір кәсіп ашып едім дейді. Қандай десем, мен қазіргі мына кофе бар ғой, кофейня аштым дейді. Мен өзім бұрын Starbucks'та жұмыс істегем, сол кезде мен кофенің пайдасын білемін дейді, өте жақсы екен. Starbucks'та 1700, 1200, 2000 теңгеден сатылады ғой. А кофенің өзінің құны қанша тұратынын білемін. Адамдар кофені өте күшті ішеді екен. Мен соны кәсіп қыламын демде жұмыстан шығып, бір бизнес-центрға барып, қарасам, асты бос екен, ешқандай кофейня жоқ, бәсекелес жоқ екен. Сол жерден мен 6 миллионға кофейня аштым дейді. Соны кофені жаңағы кофе жасайтын аппарат сатып алған 1,5 миллионға, жаңағы жиһазын алған, морозильник алған, сэндвичтер қойған, бәрін қойған. Сосын адамдар жұмысқа келеді, үлкен көп қабатты бизнес-центр екен. Бірақ адамдар мен кофемді ішпейді дейді. Қарасам, адамдар 3 в 1 ішеді екен дейді. Сосын айтам дейді, кофе ішсеңдерші десем, адамдар кофе ішпейді екен, адамдар тек Starbucks іше ме, мен түсінбедім дейді. Сосын мен сұрақ қойдым, аға, қай жерден ашып едіңіз? Мен төмен жақтан аштым дейді. Ол жерде неге бәсекелестік болмады, ойланбадыңыз ба десем, жоқ дейді. Ол жерде өтпейді деген сөзді. Яғни ол жердегі адамдардың жалақысы сіздің 1000 теңгеге, 800 теңгеге сізден кофе алуға шамасы жетпейді. Ол жерде отырған компаниядағы адамдардың жалақысы ары кетсе айына 120 мың, 80 мың, 160 мың болуы мүмкін. Ол адам ақымақ емес қой, сізден 1000 теңгеге, 800 теңгеге таңертең бір кофе алып ішетін. Яғни әр бизнестің орны да болады екен ғой, 800 теңгеге ол кофе алғанша ол түскі асын ішпей ма? Барып беріп жолақысын төлемей ма? Яғни сіз кофе ашар кезде бұны кімдер ішеді, бұның бағасы қанша, бұны кім өзіне рұқсат бере алады деген сұраққа жауап іздеу керексіз. Сіз өзіңіздің клиентіңізбен танысу керексіз. Менің клиентім айына 300-400 мың теңге алады, және ол кофе ішеді. Ол қандай компанияда жұмыс істеу керек? Ол мысалы Кселл, Қазмұнайгаз үлкен компанияда жұмыс істеу керек. Ол компаниялар қай жерде тұр? Қай жерде? Солар табасыз. Сол мекен-жайында қандай бизнес-центр, қандай компаниялар тұр, және олардың орташа жалақысын анықтағаннан кейін сіз сол жерде ашу керексіз. Сіз төмен жаққа барып, жалақысы төмен жерге барып, қымбат сатсаңыз, сіз қателестіңіз. Ең бірінші сіз орыннан қателестіңіз, аудиториядан қателестіңіз, тұтынушыдан қателестіңіз. Сіз міндетті түрде шапалақ ұрып банкротқа кеттіңіз. Және кофе ашқан кезде 6 миллион салу міндет емес. Кофе аппарат 1,5 миллион тұрғанмен интернетте соны жалға алу жолы бар. Бизнес ашқанда ақша құрту ол үлкен маңызды емес. Ең бірінші ақша үнемдеуге назар аудару керек. Яғни 40 мың теңгеге сол баристаның кофе машинасын жалға алуға болады. Оны жалға беріп отырған компаниялар өте көп. Яғни кәсіп бастаған кезде кез келген нәрсені сатып алу емес, жалға алып көруге болады екен ғой, Сіз мысалы бір көлік жуатын орталық ашқыңыз келе ме? Мен жалға беріп тұрған көлік жуу, мысалы 10 миллионға или 20 миллионға көлік жуу орталығын ашқанша, біреу 20 миллионға көлік жуу орталығын салған. Және соны жалға беріп тұр. Соны барып жүргізіп көріңіз. Қолыңнан келсе. 20 миллионмен тәуекел жасамайсыз. 500 мен 1 миллион теңгеге сіз бағын сынап көресіз. Жалпы көлік жуу саласы сізге ұнай ма, ұнамай ма? Егер ұнап жүргізіп жатсаңыз, соңғы сатып аласаңыз кейін. Жалпы осы қазір енді қалай болады, не болмайды, клиенттеріміз қайда деп жатырмыз ғой. Осы бизнестегі қасиет, ең басты қасиет қандай? Мысалы, икемделе салу ма, әлде креативтік па, болмаса табандылық па? Мінез шығар сол. Мінез, мінез болмаса. Адамда қандай да бір адам басына қиыншылықтың түр-түрі келеді ғой. Әрқайсынан шыдап өтуге мінез керек. Кейде қарызды қарызбен жауып жатасың. Кейде 3-4 ойлап жалға алған жерінің ақшасын төлемей отырасың, жалақы төлемей отырған кездерің болады. Сол кезде адам ұстап тұрады, бірақ зат мінез. Бізде болған кәсіпкерлерге. Және де табандылық, және де бейімделу. Енді қасиет көп қой, мен мына қасиет деп айтамын. Өзіңізге бір әсер еткен. Себебі бізде де болған кезінде мынау жалақыны төлейтін кезде кредит алып төлеген кездеріміз болған еді, өзіміздің бір кәсібіміздеші. Содан кейін білемін да, мүмкін бір осы нәрсе маған көмектесті деген. Ең бірінші, білмеймін, бір қаржылай сауаттылық керек шығар біздің елге. Кәсіп бастау үшін. Өйткені кассаға түскен ақша ол сіздің ақшаңыз емес. Ол компанияның ақшасы, ол кәсіптің ақшасы. Бізге көп жағдайда кассаға түскен ақшаны кешке қарай есептейді да, процентін шығарады да өзінің пайдасын қалтасына алып кетеді. Ол кәсібіңіздің ақшасы ғой. Сіз өзіңізге жалақы қою керексіз да, сонымен ғана өмір сүру керексіз. Бизнес аштым, одан түскен пайдаң бар, менікі деген өте қате ғой. Ең бірінші қаржылық сауаттылықты көбейтіп барып кәсіп ашу керек шығар мүмкін. Жалпы тиыннан теңге жасап үйрену керек қой. Ең бірінші. Ақшамен есеппен дос болу керек. Есеппен дос болмайсың ба? Құрдымға кетесің. Есек боласың ғой. Түсінікті. Жалпы бизнес бастау оңай ғой, бірақ оны ұстап қалу, тұрақтандыру қиын да. Осы кезде кәсіпкерлердің жиі жіберетін қателіктер қандай болуы мүмкін? Ақылдаспау шығар. Ақылдаспау. Жаңағы ғой енді кәсіп ашқан кезде ең бірінші ақшаға деген қарым-қатынас дұрыспау керек. Және кәсіпке қалай болса солай қарамау керек. Ашқан күні кешке қарай ақша келмесе, іштей күйінбеу керек.
Ол ойлайды ғой, мен кәсіп аштым, кешке қарай елдің бәрі қапта келіп менен бірдеңке алады. Оны күтпе. Кемі жарты жыл минусқа жұмыс істеуге дайын бол. Күтпей. Ешқандай ожидание Енді жоқ. ойлағаның мен күткенің сәйкес келе бермейді бұл өмірде. Ал кәсіпкер болғанда қандай дағды қалыптастыру керек? Мысалы, сіздің өзіңіздің бір дағдыңыз бар ма? Болмаса адамдардың бәрінде ондай дағды жоқ болса, қалай қалыптастыруға болады? Таңертең ерте тұру. Мысалы, мен сізді білем да, 5-те тұрып атасыз, енді ше. Анау қай уақытта ұйықтайды деп ойлап қаламыз сіздің стористарыңызға қарасақ. Ұйқымай, көзім ас көріп отыр. Негізі бір күн ұйықтап алсаңыз болмай ма? Ұйықтаймыз ғой, біз де күнде тұра бермейміз. Мен дағды бойынша айта алмайды екенмін. Спорт мүмкін сіз тұрақты қолданатын сияқтысыз, или ол да тұрақты емес па сізде? Енді кәсіпкерге ең бірінші сол тәртіп керек шығар. Тәртіп. Мінез керек, тәртіп керек. Кәсіпкерге көп дағды керек қой. Мен үшін қиын сұрақ шығар. Енді адам дамып отыру керек. Әр затқа қызыға бермеу керек. Артық ақпараттардың бәрін өшіру керек. Мен мысалы TikTok бәрін өшіріп тастағым өзімде жоқ. Көрмеймін. Және мен кітап оқымайтын адам едім бұрын. Қазір кітап оқып бастағаннан бастап амалсыз қалыптастырдым, өйткені өспей қалдым ғой. Түсінікті. Негізі оқу деген сөзді барлық дінде де жазған ғой. Иә. Және біздің мына алаш арыстары болсын, ең алғаш бізде мектеп ашқан Ыбырай Алтынсарин атамыз болсын, келіп балалар оқулық ең бірінші оққанды көңілге ықыласпен тоқылып оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар деп айтқан сөзін өзін дұрыстап қарасақ, мына бізде мына жарықта жақтырған адамдар. Бірақ ол адамдар оқу арқылы жарықтырды да. Бұрын шам болған, оны электричествоға айналдырған білім кітап арқылы келеді. Біз бәріміз ойлаймыз ғой, мықты адамдармен сұхбат жасасақ, содан бір консультация алғымыз келеді да. Бірақ оған ақшамыз жетпейді. Бірақ одан да мықты адамдар кітабы бар ғой, өмірде жазып кеткен өз тәжірибесімен бөлісіп. Тегін тұр да негізі. Бірақ кітап оқығымыз келмейді. Мен өзім оқымайтын адам едім, мен бұрын айтатын, менде надан болған ғой енді. Мен оқымаймын, мен тыңдаған жақсы көремін деп. Бірақ оқу бөлек. Оқу керек екен, иә, демек. Оқымасаң қараясың. Және дамымайсың, өспейсің. Мүлдем өспейсің. Бір орында қатқан күйі қатасында қаласың. Мен сізбен келісемін, себебі мен де кітап оқымай қалған кезде не ойлайтынын білмей қалдым ғой. Не айтатынын, ана кітаптан күнде бір нәрсені ақпаратты алып, адам өзі өмірінде қолданады екен ғой. Соған біреу бөліседі екен, соны пайдаланады екен ше. Енді қатырып оқимын деп айтпаймын, бірақ қазір өз өміріме енгізіп жатырмын. Жақсы оқу. Вот дағдыны демек дағдыны қалыптастырып жатырсыз. Ұнатпасаң да қалыптастыру керек қой жақсы дүниелерді. Ал бизнес бастаудағы жалғыз бастаған дұрыс па, болмаса бір компаниямен бастаған дұрыс па? Негізі партнер дегенде көп естіп жатамыз ғой, я серіктес дегенде. Енді қазақта бізде енді туыспен кәсіп ашпа, туысыңнан айырыласың деген сөз бар, оны кім шығарған білмеймін мен. Бірақ шет елде, түріктерде, мына қытайларда біз көп болдық қой. Олар отбасымен ашады. Иә. Бізде жалғыз ашасында жалғыз үлгермей қаласында көп затқа. Негізі ағайынмен ашқан дұрыс шығар. Бірақ о баста ашқан кезде сауатты ашу керек та. Кім қандай жұмысқа жауап береді, және де жалақы қойып түскен ақшаны бөлісуді ойламау керек. Бұл компанияны белгілі бір деңгейге жеткен кезде ғана аламыз. Оған дейін тапқан табысты осының айналымына саламыз, осыны өсіреміз деп бір белгілі бір құндылықтармен, миссиямен, идеологиямен ашылған кәсіп болса, ол өседі. Кәсіп ашсап түскен пайданы 3-ке бөліп, бір-бірімізден таласып, таппаған ақшаға отырып таласа бастаса, екі адам кәсіп ашады, түскен пайдан 30 мең 70 теңге деп таласып отырса, әлі таппаған, әлі ашылмаған дүниеге. Онда ол кісімен кәсіп ашпай қой. Көзқарасың неге сәйкес келмейді. Түскен ақшаны о баста келіссең, мынан 2 жылдан кейін или 1 жылдан кейін бөлісеміз. Қазір түскен ақшаны біз осы компанияны өсіруге арнаймыз. Осының дамытуға арнаймыз. Осының белгілі бір дүниесін көбейтуге арнаймыз деген бір ортақ көзқарастарымыз сәйкес болса, негізі ағайынмен туыспен ашқан кәсіп жақсы. Және о баста ашқан кезде келісім шартпен ашылған. Былайынан ашуға болмайды. Дұрыс келісім шарт, сауатты. Қолы трәпкі адамдар бар енді, Құдай өзі кешірсін осы сөзіме. Сондықтан қолмен емес, қағазбен заңды түрде ашу керек. Және кім неге жауап беретінін о баста бөліп алу керек. Түскен ақшаға таласпау керек. Түскен ақша сіздікі емес, ол кәсіптікі. Ол жерден өзімізге ай сайын алатын жалақыны қою керек. Жалақыны аламаймыз да оны алмау керек. Ол компанияға керек па, компанияға салу керек оны. Біздің ең үлкен қателігіміз ашып, таппаған ақшаға таласып, соңынан бөлісе алмай, кассадан ұрлап, касса әркімнің қолында тұрады, ол да дұрыс емес. Әрбір шыққан тиынды жазып отыру керек. Ортақ чат болу керек, сол жерде көріп отыру керек. Қарайсың, компанияға ақша түсіп жатыр, айдың соңында қанша бар десем, мынанша бар деп кейбіреу таңғалып отыр. Неге мынанша бар? Біз мынанша тауып едік қой дейді.
бізде шығын бар ғой, сол шығындарға кетті. Ол шығынды күнде көріп отырса, белгілі бір чатқа түсіп отырса, біліп отырады. бүгін мынандай кетті, ол да біліп отырады. Айдың соңында таңғалмайды да бір-біріне қарап. Сондықтан әрбір тиынды теңгені жазып отырса, бәрі не болып жатқанын көріп отырса, біліп отырса, ол жерде береке болады. Демек сауатты бастау керек болып тұр ғой әр бизнес. Әрине, сауатты басталса сауатты жүреді, сауатсыз басталса сауатсыз кетеді. Иә, өнім, маркетинг деп жатырмыз, иә. Клиентке қызмет көрсету, жалпы бизнестегі ең басты фактор мынау деп айта аламыз ба? Өнім ба, маркетинг ба, әлде клиентке қызмет көрсету ма? Кәсіп ашу оңай, кәсіпке жүргізу қиын. Иә. Кәсіптің жүрегі тұтынушы клиент бар болса кәсіп бар, клиент жоқ болса кәсіп жоқ. 3 миллионға кәсіп аштың ба, 2 миллион теңге жарнамаға салуға дайын болу керексің. Біздікілер жарнамаға ақша дайындамайды, кәсіпке салады. Станок алғысы келеді, бірақ ол станок алғанмен ол станокты жүргізетін тұтынушы ғой. Тұтынушыны шақыратын жарнама. Жарнаманы жүргізетін маркетинг. Сіз маркетинг білмейсіз, оны жүргізетін маркетолог. Маркетологқа жалаққа төлеу керексіз. Сіз жарнама ақша шығармасаңыз, сіз ақша таппайсыз. Мен бір кісілерді көргем, газетке жарнама бердім деп. Сондықтан газет анау дегенді қою керек, әлеуметтік желіге беру керек. Жарнамаға ақша аясаңыз табыс таппайсыз. Станок алу оңай, кәсіп ашу оңай бұл заманда, бірақ оны жүргізу қиын. Клиент алып келу қиын. Кәсіп ашу кез келген ақымақ аша алады кәсіпті, бірақ кез келген адам жүргізе алмайды. Бірақ осы кәсіп ашуда өзіне сенімсіздік танытатын адамдар көп та, қорқынышты қалай жеңсе болады ол адамдар? Бағын сынап көру керек қой. Бәрібір көру керек па? Мен былай айтайын енді, барлық адамнан кәсіпкер шыға бермейді шығар. Шыға бермейді барлық адамнан. Бірақ көп адам өзінің бағын сынап көргісі келеді. Сынап көрсін. Қорқады да, бірақ қорқынышты қалай жеңуге болады? Бірақ жол бар емес қой кәсіп. Адам мансаппен де жақсы көтеріле алады, өз мамандығымен де. Иә. Өз мамандығын жақсы көрсе, өз мамандығын сүйсе, сол салада алды болса, неге ол дамымасқа? Мен 15-20 миллион жалақы алатын адамдар танимын. Бар ма екен ондай жандар? Одан көп алатындар бар бұл өмірде. Біздің Қазақстанда да жүр. Да. Әрине, әркім өз саласын жақсы көрсе, сол саланы тереңінен зерттесе, сол салаға қызмет етсе, ол одан артық адам табылмайды. Мысалы, кейбір адамдар бар ғой. Мысалы, белгілі бір абойды мысалы біреулер квадратын 500 теңгеге жабыстыратын адамдар бар. 5000 теңгеге істейтін адамдар бар. 10.000 теңгеге істейтін адамдар бар. Мысалы, мына кәуап алаңы дейді, зона барбекю саласы. Кеше біз түсірдік. Бір жігіттер 1.700.000 теңгеге жасайды екен. Астанада бір орыс кісі бар дейді, 20 миллионға істейді дейді. Мен айтамын, ол неге 20 миллионға істейді? Ол өте керемет істейді дейді. Осы салада оның тәжірибесі мол, және осы саланы ол жақсы көреді дейді. Ода тұтынушы бар ма десем, ода кезек бар дейді. Кім өз саласын жақсы көреді, сол салада белгілі бір нарықта номер 1 болса, әрине оған сұраныс болады. Сондықтан мансаппен де дамуға болады, кәсіппен де дамуға болады. Кім нені жақсы көреді, сол сонымен. Бірақ қорқынышты жеңу үшін жасап көру керек дейсіз ғой, иә? Қорқынышқа қарай жүрмесең, оны ертең қартайғанда өкініп қалмас үшін жүріп көру керек қой. Істеп көру керек қой әр адам. Сіздің енді осы жас бола тұра 8 жылдан бері кәсіп жүргеніңіз. Біздің қасымызда жассыз. Енді иә, сондай қазіргі жасыңызға бола 8 жыл бұрын бастағаныңызға мен шынымен таңғаламын. Сізде де бола ма, мысалы, стресс, шаршау деген нәрсе, оны қалай жеңесіз? Болмағанда бізде күнде болады ғой. Қалай жеңесіз? Қалай күресесіз немесе? Енді адамға не үшін істеп жатырмыз? Бала шаға үшін, өзіміз үшін жасап жатырмыз ғой. Адамның денсаулық бәрімізге керек. Ақша, қанша ақшаң болса да, бірақ денсаулығың жөндей алмасаң, ол ақшаның пайдасы жоқ та. Ал денсаулықты ең бірінші бұзатын дүние бұл стресс. Уайым, қайғы. Ол гормон, кортизол гормоны. Егер стрессқа түсе берсең, саған ауру шақырады ол. Ауру болғың келмесе стрессқа түспейсің. Уайымдап қайғыра бастаған кезде айтасың, маған денсаулық керек, мен уайымдамай қояйын. Енді ол сіз қазір шығар 8 жылдан кейін мысалға өстіп сізге жеңіл бола қалған. Айтып отырмын ғой, мен ең бірінші мені кәсіпке жақсы тәрбиелеп жіберген. Жақсының ұстанымы жақсының осы. Ұстаздың жанында мен оның портфелінде көтеріп жүрдік, жанында да жүрдік, былай айтқан кезде. Сол кісі бізге кәсіпке бастаған кезде біздің іргетасымыз жасап жіберген екен негізі. Ол кісі бізге кәсіпке кірген кезде ең бірінші гормондармен таныстырды. Эндорфин, кортизол, окситоцин, осы адреналин деген осы гормондармен таныстырды, осы гормондардың қызметімен таныстырды. Олар қандай жағдайда туындайды және адамға қандай кезде пайда береді. Осы гормондар сол кезде айтып отырған кезде мен ойлағам, не айтып отырсың деп ше? Не айтып отырсың, бұның бізге не керегі бар деп. Бірақ кейін өмірімізге осы түсіндірген дүниенің бәрі бізді көп заттан алып шықты. Сондықтан мен ұстазым арқасында дайын келдім көп затқа. Үйреніп келдіңіз демек. Адамды өзгертетін бір 3 дүние бар ғой, не гені,
не тәрбиесі не ортасы. Бізде енді мүмкін геннен де кішкене бар шығар. Тәрбием жаман болды демеймін, әке-шешем өз деңгейінде тәрбие берді. Бірақ өмірде мен ең жақсы жолықпаған ұстазым болды. Машалла. Ахметбек Нұрсыйла, енді біреу әркім ой әртүрлі шығар ол кісіге. Бірақ біздің іргетасымызды мықты қылып қалап, бізді мына өмірдегі қиыншылықтардың көбіне дайындап, біздің мына фундамент дейді орысша айтқан кезде, соны берік қылып жіберді. Жел соқса, дауыл соқса, бірдеңке болса құлақамайтындай қылып. Мен көп естимін. Мынандай қылып кетті да бізді. Біз сол көп қиыншылықтарда былай шығып кеттік оңай. Сондықтан іргетасы мықты болды ұстазым арқасында. Машалла. Сіздің осы ағай туралы осылай бір айтатын көп естимін ғой енді. Бірақ шынымен де қазіргі сіздің жауаптарыңызға қарап, сол кісі көп нәрсе үйреніп алған екеніңізді көріп отырмын да. Басында түсінбегенде жамандаған мен. Да? Ондай да болған ба? Жоқ, енді жас боласың ғой, ол кезде де жас болдық, 8 жыл емес, біз енді 10 жыл болды, 10 жылдан асты. Біздің YouTube ашқанымызға 8 жыл болды, кәсіпке кіргенімізге 10 жылдан асты. Сол кезде сол гормондарды үйретіп отқанда мен қабылдай алмағанмын. Басында қабылдай алмау нормально дейсіз ғой. Не айтып отырсыз? Не керегі бар бізге? Бізге міне ақша табатын дүние айтсаңызшы. Қалай кәсіп жасаймын деп па? Дүние жайлы зат айтсаңызшы деп. Ал бізге ол кезде ол кісі де біліп тұр ғой, бізге дүние қазір кереміз дайын емес екенімізге. Адамға ақша дайын болған кезде келеді. Сен қанша ақша қусаң жете алмайсың. Бұрын өстіп айтқан кезде түсінбейтін, мен қалай жете алмайсың оған деп. Сондықтан бұл философия шығар, бірақ кәсіпте де философия керек. Бизнесте де психология керек. Иә. Мүмкін біреуге түсінетін, біреуге қиын шығар, бірақ біздің іргетасымызды қалаған сол кісі, сіздің сұрақтарыңыздың көбісіне бізге 10 жыл бұрын жауап беріп, бізді үйретіп жіберген. Машалла. Керемет. Жалпы қазір енді бизнесті көбін жүргізіп көрдіңіз, бастап көрдіңіз, жасап көрдіңіз, иә? Бизнес жүргізу барысында ең үлкен қиындықтар қандай болды? Және оларды қалай шешкен едіңіз? Осы қиындық маған осылай сабақ алып кетті деген. болды бізде. Сауатсыздық, иә? Мен ең үлкен қателігім осы, біз шығынды шығынмен жапқанбыз. Және жүйе деген зат болмады. Білім бізде төмен болды. Мен бір уақытта біз 8 кәсіп жүргіздік. Бізде 60-қа жуық адам жұмыс істеді. Бізде фастфуд орталығы болды, балалар орталығы болды, инструмент жалға беру, балмұздақ кәсібі, полифосфат фибробетон өндірісі, пенобетон қызмет көрсету 2 бригада, және де Рестрой деген құрылыс компаниясы болды. 18 бригада бізде Алматы қаласында құрылыспен айналысып жүрді. Және де Автоинвест деген кредиттерді жабумен айналысатын бізде кішігірім компания болды, сату бөлімі болды, және YouTube каналымыз бар. Осындай кәсіптерін және де Самғау бізде редакция журнал шығардық. Осындай кәсіптерді бір жылда бір уақытта жүргізгенбіз біз. Бизнестер көбейді, команда үлкейді, бірақ оны басқаруға ақылымыз жетпеді. Ақыл жетпеген жерде, сөйерде ақылы жеткендер біздің ақша жеп бастады. Біз кімге желінбедік, бәріне желіндік. Біз 8 кәсіпті жауып есік жаппайынша біз счетчик бізді артқа айналды. Басында пайда тауып кеткенбіз, сосын күнде минусқа кіре бастадық. Кәсіптің бәрін жауып, тоқтатып, бәрін жұмыстан шығарған кезде ғана біз минустан кіруіміз тоқтады. Яғни жүйесіздік, білімсіздік, әр затпен айналысу бізді үлкен минусқа алып келді. Яғни біз инвестиция тартамыз, сол ақшаға өмір сүреміз, ол бітсе тағы инвестициямен жауып, біз үлкен қарызға кірген уақыттар болды. Және де 1-2 жыл сол қарыз жауымен айналысқанда уақыттар болды. Яғни көп бизнес түрі. Білімсіздік, көп кәсіппен айналысу, әр затқа қызығу, ақылың ақшаңнан көп болып кету. Негізі енді бизнес бастаған кезде бизнес жасау бір бөлек, оны масштабқа шығару бір бөлек қой. Сол масштабқа шығарған кезде қандай стратегияны қолданған дұрыс? Сіз сауатты болу деп жатырсыз, одан бөлек мысалға. Көп жағдайда біз бардакты масштабтап кетеміз де. Дұрыс дүниені масштабтасаң, ол жеңіл кетеді. Біз жүйесіз дүниені масштабтаймыз да, жүйесіздікті үлкейтіп аламыз, өзіміздің мәселемізден проблемамызды үлкейтіп аламыз да, соны басқатады одан арман. Ұйқыдан күлкіден айырыласың. Соңында 7 язва шықты мен асқазаныма. Құдай көріп тұр. Кәдімгі асқазаным бар, тамақ жұта алмай қалып, шланг жұтуға барсам, 7 язва тұр асқазанда. Оның бәрі осы не дейін ғой? Білімсіздіктен. Жүйесіз. Адам масштабқа шығам деп жүйесіз жұмыс жасағаннан, кәсіпте білім алу тоқтатпау керек. Кәсіпте білім алу тоқтатпау керек. Сен білімің жетпей ме, білімі бардан сұрау керек. Ақылыңнан ақшаң асып кетсе, ол ақша сенікі емес. Оны нарық алып қояды, болмаса айналаң алып қояды, сені жиып қояды. Сондықтан адам өз деңгейінен асып түсе алмайды. Адам деңгейін өсіргенде ақшасы үлкейді.
деңгейін өсірмесе ақша өспейді. Өсіру үшін оқу керек. Білім алу керек. Мен енді көп сұрақтарға алдын ала жауап алып қойып жатырмын да, бірақ мүмкін арасында әлі де түсінбей жатқан жандар болса қойып кетейін да сұрақтарды ше. Жалпы енді бастаған адамдарға қандай ресурстар пайдалануға кеңес бересіз? Мысалға, көбірек бизнеске уақыт бөл, немесе бағанағыдай сауаттылығыңды арттыр деген сияқты тағы да бір қосымша ресурстар қандай пайдалану керек адамдар? Өзін дамытудан бөлек мүмкін. Отбасына көңіл бөлу де керек шығар деп ойлаймын. Ол да әсер ете ма бизнесқа жалпы? Енді басында қиын болады шығар енді. Бірден емес я демек. Әрине, келісімшартқа отырасың ғой, мен 1 жыл кішкене жұмыс істейін. Көңіл бөле алмай қалуы мүмкін. Кейде болмай қалуы мүмкін. Біз енді әйел болғаннан кейін сондайды кейде кеш қайтамыз. Бірақ енді бала тәрбиесі де маңызды дүние ғой, енді барлығы өзі көңілді қалайды. Кәсіпте өзі көңілді қалайды. Кәсіпке де не керек? Орысша айтқан кезде внимание керек. Егер кәсіпке қалай болса солай қарасаңыз, тура солай табыс береді. Үй ішіңізге де дұрыс қарамасаңыз, ол да тура солай нәтиже береді. Яғни кәсібіңіз құлдырап жатса, отбасыңыз бірге құлдырап жатса, ол да сізге. Иә, сол жағынан. О баста кәсіп ашқан кезде әйеліңмен келісу керек те. Қолдайтын сен. Мен болашағым үшін жұмыс істеп жатырмын. Болмаса бірге істейік. Уақыт табады ғой, балаға мүлдем уақыт таппай қою деген ол мүмкін емес. Балаға өзі бір формула бар. Баланың деңгейіне түсу керек те. Балаң бойы мынандай ма, төбеден қарап емес, тізерлеп отыр да, көзіне көзбе-көз қарады. Құшақтап тұрып, жағдайын сұрап, күнделікті бір 3 минут, 4 минут қарым-қатынас жасасаң, ол балаға жетіп жатыр негізі. Мүлдем уақыт бөлмей қойғаннан гөрі баланың деңгейіне түсіп, сол деңгейде әңгіме айтып, уақытыңды бөліп, бір сөйлесіп, нетсең, балаға 5-15 минут жетеді негізі. Мүлдем 3-4 сағаттау әрине қолынан келмейді, бірақ күнделікті 15 минут сапалы уақыт бөлсең, ол баланың ішкі қажеттілігін жабады. Сондықтан ондай заттың бәрін алдын ала келісіп, сондай заттарды зерттеп барып істесе, бәрін бірге алып жүруге болады ғой. Мысалға, негізі менде көп кәсіпкерлер келеді ғой. Олар былай айтады да, мысалы, көп жұмыс жасаймын да, бірақ табысым аз болып жатады деп, бір кәсіпкерлердің күнделікті өзіне қою керек сұрақтар бар ма? Жұмыс істеген адам байыса, елдің бәрі байып кетер еді. Таңның атысы, кештің батысы жұмыс істеген адам байып кететін болса, кез келген жұмыс істеген адам. Көп адамда осындай қателік бар, иә? Қолмен жұмыс істеген жұмыс ешқашан өнбейді, мимен жұмыс істеу керек те. Қазір енді мынандай не бар ғой? Білекті дейді. Білекті. Иә. Күші бар, бірді жығады. Білімді мыңды жығады. Сен білегің күшті болса, ары кетсе бір адам болатырсың. Білімді адам 1000 адамды болатады. Сен біліміңді үлкейткен сайын деңгейіңді, сен кәсібіңнің жүруі де табыс табуың да оңайлана түседі. Сен қиын жол таңдап алсаң, білім іздемеймін, өзімді өсірмеймін, дамытпаймын, бірақ кәсіппен айналысамын десең, әрине арттан жұмыс істейсің де, қиын. Кез келген зат жеңілдетуге болады ғой, сондықтан сауатты айналысу керек те. Өзіне бір сұрақтар қою керек па? Мысалы, мен не істеп жүрмін деген сияқты білмеймін енді. Таңертең кешке дейін жұмыс жасап жатады, бірақ ақша жоқ болса, сондай сұрақ қою керек шығар деп ойлаймын. Енді или білім жетпей жатыр ма бір жерде деген сияқты. Мойындау керек та, білім алуға бару керек қой. Қазір енді нарықта инфо-цыгандар көп қой, енді инфо-цыгандар. Иә. Инфобизнес деген дүние бар, негізі оның пайдасы да бар, зияны да бар. Кез келген заттың пайдасы мен зияны бар. Мысалы, судың да пайдасы бар, зияны бар. Мына қолымыздағы ұялы телефонның да пайдасы бар, зияны бар. Кім пайдасын көрді, сол пайдасын асырады, кім зиянын көрді, сол зиянына кетеді. Сондықтан бұл жерде нарықта кез келген дүниенің пайдасы мен зияны заты бар. Инфобизнесте де сауатты білім беретіндер бар. Білім алғанда да сақ болу керек, енді сырттан қарап ештеңені нете алмайсың ғой. Мысалы, мен былай айтайын да, алданбаймын деген адам жоқ. Жаңа бір жігітті көрдіңіздер ғой, біз біреуді алданып қалдық деп сөйлесіп отырмыз. Біз мысалы бір адамға алданып қалдық, үлкен қаражатқа. Біреу айтады, сен алданбай жүрсің. Мен неге алданбаймын? Адам деңгейі өскен сайын, мен мысалы керемет деңгейдегі адам емеспін ғой, біз енді өзіміз әлі кішкентай шығармыз. Бізде мықты адамдар бар ғой. Иә. Адам деңгейі өскен сайын, деңгейі өскен алаяқ келеді ғой адамға. Мысалы, мына Париждағы Эйфель башня бар ғой. Соны да 2 рет сатып кеткен адам бар. Мемлекет 2 рет алдап кеткен, 1 рет металлолом өткізіп жіберген, 1 рет частный компанияға сатып жіберген. Енді өзіңіз қарасаңыз, әлемнің бір 20 кереметін дүниесі шығар, сол Эйфель башня. Соны 2 рет бір адам сатып жіберген. Көресіз, 1 рет металлоломға апарып өткізіп жіберген, мемлекетті алдап. Сондықтан алдаймын деген адам деңгейі әртүрлі болады. Сіз деңгейімді көтеріп, мен ешкімге алдамаймын десеңіз, сізде мықты алаяқ келеді. Сізде мықты алаяқ келеді. Мен онымен келісемін. Алаяқтың деңгейі де өсе береді. Өйткені ол біреудің кәсібі ғой. Сондықтан біреуден алданбаймын, біреуден нетпеймін деген ол қате ғой. Адам алданады, нетеді.
ол тәжірибе жинайсың ғой сөйтіп. Иә, бірақ сіз айтып қалдыңыз ғой, инфобизнес деп, мысалы пайдалы контент деп, көп адамдар мысалы күшті нәрселер көрсетіп жатырады. Сіздің кеңес беретін бір жандар бар ма? Жақсы контентті жүргізетін, өзіңіз оқыған ағайдан басқа. Ешкімді кеңес бере алмаймын. Ешкімді. Мен біреу жақсы, біреу жаман деп айта алмаймын. Просто ол кісілер өздері қателесіп қалмас үшін бір кеңес бере алмаймыз ба? Мен біреу жақсы, біреу жаман дейтін алдық. Жалпы қазақстанда өзіңізге ұнайтын контент бар ма? Бірақ ол да бар, иә? Жауапкершілік деген нәрсе сізде өте жақсы дамыған екен. Ал енді сіз айтып жатсыз, мен ағай ұстазым жақсы болды, ортам жақсы болды. Мен басқа үшін жауап беремін. Иә, түсінікті. Жалпы бір шындап та осы қаншалықты маңызды екенін түсіндірсек көрермендерге, ұстаздың, мысалы менторлық, наставничество деп жатады да, менде өзімде сондай салаларды, мысалы өзгелерден алып 15 миллионға дейін мысалы мен Россиядан білім алдым да, Тойотаны сатып жіберіп салоннан алған. Нетворкинг, яғни орта, жаңа таныстыққа, көп кәсіпкерлер жаңадан бастаған кезде, мен ойлаймын сондай ортаға бару керек деп, соның маңыздылығын қалай жеткізсек болады көрермендерге? Енді мүлдем курс оқысы келмесе кітап оқысын да, бәрі жазылып тұр ғой. Ең болмағанда, иә? Кітап оқу керек. Тегін тұрған дүние, бірақ тегіннің құны жоқ қой, енді көбісі оқысы келмейді. Мен танимын, бір курс оқымай жақсы жасап жүрген адамдарды. Иә. Бұл жерде курс пен ментор табу міндетті дүние емес. Бірақ адам өзінен бір саты жоғары адамды ұстаз қылып алған дұрыс қой, өйткені ұстазды әркім өзі таңдайды ғой. Мысалы кітабы жазылған ғой өмірдегі ең бір мықты адамдардың. Сол кітабының ішінде оның қателігі де жазылған. Бір кітап бересіңізші. Мысалы бір кітап жазу үшін адам 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл өмір сүреді. 30 жылдық тәжірибесін маған сіңіріп жазады. Бір адамның өмірін өзгертуге бір кітап жетеді дейді, бірақ сол кітапты табу үшін 1000 кітап оқу керек дейді. Бір кітаптың ішінде сен барлығын ала бермейсің, бірақ бұл кітаптың ішінде бір абзац сен өміріңе өзгеріс әкелуі мүмкін. Адам негізі сәттермен өседі дейді. Адам сәттермен шынымен өседі. Бір ақпарат естіді, миында жарылыс пайда болды. Адам өмірін өзгертіп жіберуге бір сәт қана жетеді негізі. Сондықтан кез келген дүниеде ұстаз бар. Мысалы біз өмірге келген кезде ең алғаш ұстазымыз әке-шешеміз. Келесі ұстазымыз мектептегі мұғаліміміз, келесі ұстазымыз жұмыстағы бастығымыз. Адам ұстазы әртүрлі болады да. Әрбір ұстаздан біз өзімізге керек құндылықты аламыз. Сен отбасында құндылық алмадың ба, яғни ұстаздан аласың, ұстазың құндылық бере алмады ма, көшеден аласың. Көше бере алмады ма, бір университеттегі бір профессордан алуы мүмкін. Университет көрмедің ба, сол жерде сені біреуді, өзінен жоғары бір адамды өзіңе ұстаз деп қабылдап, содан алуы мүмкін. Сондықтан біз тәрбиеленетін жеріміз жетеді. Оны айту бұл да бір өте қиын әңгіме шығар, мен бұл жайлы жауап беруім қиын. Ең құрығанда кітап оқу керек шығар. Бір кітап оқу керек дейсіз ғой, иә. Енді ең құрығанда сол дұрыс шығар енді. Енді бүгінгі подкастта біз деген бизнесті дұрыс таңдау, бизнестен қателіктерден қашу, қалай дұрыс жасау, жаңа мүмкіндіктер туралы айтып кеттік та. Енді Ұлан мырза, сіздің ақпараттарыңыз менің өзімнің миымда әлі қорыту керек болып жатыр да. Сол себепті ойлаймын, тыңдармандарға да пайдалы болды деп. Бірақ егер сіз осы кезге дейін бір бизнесіңізді, болмаса бір кәсібіңізді, жалпы осы саланы қайтадан бастау керек болса, нені қайталамайтын едіңіз? Әр затпен айналыспасам, бір затпен айналысар едім. Өте маңызды осы нәрсе, иә? 28 кәсіппен ерік. Бір кәсіппен бастап 28 жыл айналысар едім дейсіз, иә? Бір кәсіпті белгілі бір деңгейіне жеткізер едім. Ал сіздің осы салада 10 жылдан келе жатырса, ең басты жетістігіңіз қандай? Осы нәрсе деп айтатындай. Ең басты? Иә. Мен үшін осы жетістік болды деп айтатындай. Білмеймін оны. Жетістік көп қой? Иә, бір өзіңіз үшін маңыздылығы. Енді Құдай бұйыртып дұрыс ұстаз бергеніне қуанатын шығармын. Ең бастысы, иә. Иә, ұстаз таңдаудан шатаспау керек, және де ұстаз болу керек дегенді сіз нақтырақ айтып отырсыз, бірақ ол ұстазды да кеңес бермеймін дейсіз. Ол да жақсы негізі. Жоқ, мынау жақсы ұстаз, мынау ұстаз айта алмаймын. Иә, түсінікті. Бірақ сіздің ең жетістігіңіз ұстаздан мықты болдыңыз. Себебі қазіргі осы подкаст бойынша сіздің жауаптарыңыздың барлығы сіз айтып жатсыз да, ағай үйретіп кетті, ұстаз үйретіп кетті. Осыны бізді дайындап жіберді ғой сол кісі. Енді Аллах тағала себепкер бізге ұстаз берді ғой. Иә. Маған мықты ұстаз берді. Ең бастысы осы. Мен қандай өмірде жағдай болмасын, нәрсе болмасын, мен дайын болдым да бәріне. Ол дайын болғанды мен өзім байқамадым. Тұруға да, жылауға да. Өзім байқамай қалдым ғой мен оны. Мен дайындап жіберген білмей қалдым ғой. Мен іргетасымды қалап тастаған. Түсінікті. Мен үлкен жетістігім ұстазым шығар. Түсінікті. Ал енді жалпы осы көрермендерге, мен енді подкастта бірінші рет болғаннан кейін сіз шақырдым да, жауаптарыңыз өзіме қатты өтіп жатыр. Ал көрермендерге айтатын қандай тілегіңіз бар? Сіздің YouTube каналыңызды қарасам, мен енді подкастқа дайындалдым ғой. Көп екен да көрермендер YouTube'да, шынымен сіз айтқандай.
және сапалы аудитория екен бұл жақта. Бізде кітап оқу керек шығар. Қазақстан кітап оқу бойынша әлемде 98 мемлекеттің ішінде 92-ші орында бізден Бангладеш тұрген. Неге кітап оқу керек? Ең бірінші мен кеңесім. Әркім өз саласын жақсы көрсе, өз мамандығын сүйсе, сол жерден адам өзі мәні мен бақытын табады. Көше сыпырсаң да соны жақсы көріп сыпырсаң, неге сен бақытты болмасқа бақытты боласың? Сен ұстаз болсаң, әр заттың жауапкершілігі бар да, сен көтерген жауапкершілігіне қарай сенің табысың мен энергияң артады. Біреу ойлайды, мен ұстазым, балаға сабақ беріп жалақымды алып айтым. Жоқ, сен болашақ мамандарға тәрбие беріп жатсың да сол күні. Сен адам болмайсың десең, ол миында қалды да оның. Сен адам шықпайды десең, сен оның белгілі бір миына белгілі бір құндылықты құйып жатсың. Әркім өз жұмысына белгілі бір деңгейде жауапкершілікпен қараса, мысалы ақ халатты абзал жандар, дәрігерлер біреуге диагноз бергенде немқұрайлықпен берсе, ол біреудің өмірі кетті. Сен біреудің өміріне жауапкершіліксіз қарағаның, бұл белгілі бір болашақта белгілі бір дүниенің кері кетуіне сенің әсерің қалды. Сен із қалдырып кетуі мүмкін. Иә. Сондықтан әр адам өзінің ісіне жауапкершілікпен қараса, сәне сол жауапкершілікті сіңіріп соған немқұрайлық танытпай дұрыс істесе, дұрыс затты дұрыс істеп, соны жақсы көріп, сол затта маман боламын десе, бізде Қазақстанда көп өзгереді. Бізде Қазақстанда кітап оқымайтын жастардың көп болуы біз сияқты оқымайтындардың. Біз қорқу керекпіз. Кеше Бақытжан Бұқарбай мырза айтады, біз неден қорқу керекпіз? Ертең біз ауырмаймыз, ауырамыз. Кітап оқымайтын жастар отырмай ма сол кабинетте? Иә. Біз көзімізге елестейік, кітап оқымайтын, кітаптың бетін ашпаған, құр протоколмен оқымаған бір адам сіздің ауруыңызды қарап сізге диагноз қояйын деп отыр. Неге қорықпаймыз біз? Яғни сауатсыз біреу саған бірдеңе қояйын деп отыр. Сен мектепке апарасың балаңды. Сол оқымаған статистикадағы адамдар қазір сол мектепте мұғалім болып жүр. Өз мамандығын сүймейтін, ол да бар. Өзін бір өмірде бір мағынасыз, мәнсіз, өзі асылып қалуға дайын жүрген мінезсіз біреу сен балаң өмірге бірдеңеге дайындайын деп отыр. Біз неге қорықпау керекпіз? Біз әрине қорқу керекпіз. Яғни біз әлсіз ұрпақты тәрбиелеуден номер 1 боламыз ғой бүйте берсек. Сондықтан жауапкершілік. Немен айналыссаң да, кәсіп бастамасың да, тіпті өзің жасап жатқан салаңда жауапкершілікті алу керек. Адам өз отбасына жауапкершілік көтеру керек. Өзінің денсаулығына. Аманатқа қиянат жасама дейді. Аманат бұл біздің жарымыз ғана емес қой, ең бірінші Құдайдың берген аманат бұл біздің денсаулығымыз. Кез келген жерде өмірдің әрбір бөлшегінде біз жауапкершілікпен сол аманатты дұрыс атқарып жоғары деңгейде істесек, әр адам бақытты болады. Аллах тағала адамға дәннің түйіршігіндей ақыл берген. Біреуге кішкентай ақыл берсе, біреуге бір уыс берген, біреуге бір дорба берген. Бірақ берген сол бір дән ақыл дейді, адамды жоқшылықтан алып шығады дейді. Егер соны пайдалана алсақ, өзіміздің потенциалымызбен өзіміздің мүмкіншілігімізді аша алсақ. Адамда көбінесе бос уақыт көп қой, біз уақыт өлтірумен айналысамыз. Ол кезде не істейміз? Ойын ойнауға кетіп қаламыз, кейбіреулер карта ойнауға кетіп, болмаса Инстаграмға кіріп кетеміз. Бос уақыт адамның сапасын көрсетеді дейді. Егер сен бос уақытыңда болмассыз дүниемен айналыса бастасаң, сен өмірің сапасы. Заттың ғана сапасы болмайды. Мен баяғыда аға айтатын бізге адамның да сапасы бар деп. Біз заттарды ғана сапаға бөлеміз, мынау сапалы, мынау сапасы, мынау қытайский, мынау турецкий деп. Сен де тура сол сапасыз адам болуы мүмкін бұл өмірде. Сондықтан өзің сапаңа кішкене мән берсең, өміріңнің ең бірінші ойыңды өзгерт дейді, өміріңді өзгерткің келсе. Адам өзімен жұмыс істесе, өзімен танысса, міне, өзіңмен әңгіме дейді. Есі дұрыс адам жылына өзіне жоқ дегенде бір рет есеп беру керек дейді. Болмаса аптасына бір рет, болмаса күніне, болмаса айына, ең құрығанда жылына бір рет есеп берсе, мен не істедім, не қылдым. Бұнда баяғыда бізге ұстазымыз үйреткен. Солай есеп берсе, сонда бір өзінің сапасын көре бастайды. Егер сіз сол сапа жайлы ойлап бос уақытыңызды өлтіріп жатқаныңызды ойлап оған еш қайғырмасаңыз, онда сізге қорқу керек та. Онда сіз өте төмен деңгейде өмір сүріп жатсыз. Егер ол сізді уайымдатпаса, қанағаттандырып тұрса, онда қиын жағдайыңыз. Машаллах, өте керемет. Ұлан мырза, сізге көп рахмет. Осы подкастқа уақытыңыз сіздің енді тығыз ғой. Мен өте қуанам. Сіздей жан мені қолдап осы YouTube каналға шығарғанына, уақытыңызды бөліп алғашқы қонақтардың бірі болып келгеніңізге мен бір бақытты жан екенмін. Себебі қаншама жандар енді бір жарнама алмай, болмаса бір сөйлесе алмай жүргендер көп қой. Біздің де арамызда мысалы осы баламен таныстырып жіберші деген сияқты жандар. Мың алғыс. Сіздің ең бірінші
бұл подкасттың мақсаты сол өзімнің кәсіптеріммен бөлісу, кәсіптегі қателіктерім деген сияқты, и ол көрермендерге өте маңызды және де пайдалы болғанына мен сенімдімін. Себебі өзімнің де көп түйіп алған дүниелерім болды. Өз деңгейімде, өз білетін затыммен Аллаға шүкір. бөлістім. Мынау дұрыс, мынау жақсы деп мен кеңес Айта бере алмаймын. алмаймын. Керектісін Мүмкін алар. ертең ойым өзгерер дейсіз, иә? Әрине, адам ойы күнде өзгереді. Иә. Адам ойын өзгерту оңай ғой. Мен соны Біреу айтады, әрқашан айтамын. анау жақсы дейді, мынау жаман дейді. Біреу анау жақсы адам еді, мынау жаман адам еді дейді. Адам ойын өзгерту сәт қой. Иә, ол да бар. Мида фильтр болмаса ең қиын зат сол. Иә, ең қиын сол нәрсе. Жалпы біздің осы подкасттың спонсоры Queen Life. Бұл өзіміздің ерлерге және әйелдерге арналған сусабын. Бір Қолданып жүр, деңгейде жүреді. Я сіз қолданып жүрсіз, дегенмен де артықтық етпейді. Бір әйелдерге, бір ерлерге арналған сізге сыйлағым келеді. Рахмет. Одан бөлекте осы менің алғашқы подкастымды көріп, соңына дейін тыңдап, өздерінің бір ойын алған және комментарияға қандай ой алған 5 жанға осы Queen Life компаниясының шампунь, бальзамдарын, сусабындарын сыйға тартқым келеді. Соны қалай күштеп жеткізсем болады? Мысалға комментарий жаз, тіркел деп айтып жатасыз ғой, сондай нәрсені айтып жіберсеңіз менің каналыма. Бүгін сізге жүрек басса, иә, пікір жазса, және де сізге қаншалықты пайдалы болса, осы пайда басқа біреуге де барсын деген ниетте болсаңыз, бөліссеңіздер WhatsApp чаттарымен. Қиын болмаса өз стористарыңызға белгілесеңіздер, 5 осындай сыйлықты сіздермен таңдайсыз. Иә, комментарийда береміз, тарататын боламыз. Ал енді осы подкастты көріп отырған көрермендер, сіздер қандай инсайт алдыңыздар, не түйдіңіздер, соны төменге жазып кетсеңіздер. Құрметті оқырмандар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап, комментарий жазып, жүрек басып, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп, тіпті Инстаграмда отметка жасап кетсеңіздер, қуанып қаламыз. Келесі кездескенше және де келесі қонақ кәсіп бастау бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, кімді осы менің подкастымда көргілеріңіз керек, астыға жазып кетіңіздер. Сол жандарды шақырып, осындай әдемі сұхбат жасауға тырысатын боламыз. Рахмет.